Ханымдар мен мырзалар, менің ойымша бәріне танымал сөз, яғни халықаралық құжаттарда көп кездесетін сөз ол біз барлығымыз туылғаннан теңбіз және тәуелсізбін деген сөз. Бұл сөз сонымен қатар адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының кіріспесінде кездеседі. Бұл декларация 1948 жылы қабылданған. Қазір бұл декларацияны қабылдағаннан 70 жыл өтсе де, бұл сөз шындыққа жанасады деп айту қиын. Себебі қоғамдағы үлкен бірлестіктердің бірі әртүрлі кемсітушіліктерге ұшырап отыр. Ол адамдар мүгедектер, яғни мүмкіндігі шектеулі адамдар. Ол адамдар бұл әлемдегі адамдардың 15%-ын құрайды. Бұл дегеніміз әрбір 6 адамның біреуі мүмкіндігі шектеулі адам деген сөз. Яғни әлемдегі адамдардың 1 миллиардын құрайды. Мүмкіндігі шектеулі адамдар әртүрлі кемсітушіліктермен кездеседі. Бүгін мен сөзімде олардың бірнешеуі туралы айтатын боламын. Яғни қолжетімділік кемсітушіліктері, яғни әртүрлі кедергілер туралы айтатын боламын. Яғни физикалық кедергілер, білім беру саласындағы кедергілер және көзқарастық кедергілер. Бұл кедергілер олардың осы қоғамда өзін толыққанда адам ретінде сезінуіне кедергі келтіреді. Егер де мысал келтіретін болсам, физикалық кедергілер әртүрлі, мысалға мүгедектерге арналған арбаларды қолданған кезде көруі мүмкін. Мысалға мүгедектер әртүрлі мекемелерге барған кезде ол жақта көбінесе баспалдақтар болады, яғни еңіс жолдар жоқ. Бұл дегеніміз бұл арбаны жасаған адамның кінәсі емес, бұл керісінше сол мекеменің дизайнын жасаған адамның жасаған қателігі. Яғни ол адам мүмкіндігі шектеулі адамдарды ескеру керек еді. Білім беру саласындағы кедергілерге келетін болсақ, әсіресе балалар арасындағы кедергілер туралы айтқым келеді. Балалардың білімге деген қолжетімділігінің аз болуы. Яғни олар дені сау балалармен бірге білім алу мүмкіндігінің болмауы. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі балалар әртүрлі басқа да мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы мектептерде оқуға мәжбүр болады. Яғни сондай мектептерде оқшаулануға мәжбүр болады. Сонымен қатар тағы да басқа да кедергілер бар. Яғни жұмыс бабы бойынша кедергілер болуы мүмкін. Яғни жұмыс беруге келген кезде мүмкіндігі шектеулі адамдар көзқарастық кедергілерге ұшырауы мүмкін. Себебі жұмыс берушілер оларды жұмысқа алғысы келмейді. Себебі олардың жұмысқа үйренуі үшін тағы да шығындар кетуі мүмкін. Және де ол шығындарды жұмыс беруші өтейді. Және де бейімделуге уақыт кетеді. Алайда мысалға тағы да мүмкіндігі шектеулі адамдар ауырып қалатын болса, немесе декреттік демалысқа келетін болса, оған да артық шығын кетеді. Бірақ ереже бойынша оларға кететін ақша әлеуметтік қамсыздандыру жарнасы арқылы кетеді. Сондықтан менің ойымша қолайлы тұрғын үй үшін әртүрлі ережелер қойылуы керек. Егер де кедергілер туралы тағы да айтатын болсақ, мен айтқан 3 түрлі кедергілерге ұшырайды және бұл кедергілердің кесірінен мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірі қиын болуы мүмкін. Сол үшін 2007 жылы Біріккен ұлттар бас ассамблеясы мүгедектігі бар адамдардың құқықтары туралы конвенция қабылдаған болатын. Бұл конвенцияда мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған
жаңа ережелердің үлгілері ұсынылған болатын. Яғни олардың бұл қоғамда басқа адамдармен тең өмір сүру туралы заңнамалар жасалған. Ханымдар мен мырзалар, бұл конвенция Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жасаған конвенция. Бұл мүмкіндігі шектеулі адамдардың ратификациясын қолдайды. Және де біз бұл конвенцияны қолдауымыз керек. Бұл ережелердің жүзеге тезірек асу үшін біз бұл кедергілердің алдын алуымыз керек. Себебі бұл кедергілер менің ойымша әділетсіз, мүмкіндік шектеулі адамдарға жасалған әділетсіздік деп санаймын. Рахмет.